Тақырып базадағы деректер қоры. Жоспар бірінші деректер қоры, екінші реляциялық және реляциялық емес дегеніміз. Үшінші деректер қорының модельдері, оларға анықтама. Төртінші деректер қорының басқару жүйесі. Бесінші қорытынды. Деректер қоры дегеніміз бұл ақпаратты жүйелі түрде сақтау, басқару және өңдеу үшін арналған құрылым. Деректер қорлары үлкен көлемдегі деректерді тиімді сақтауға және оларға қол жеткізуге мүмкіндік береді. Деректер қорлары реляциялық және реляциялық емес болып екі түрге бөлінеді. Реляциялық деректер қоры ақпаратты кестелер, таблицалар түрінде ұйымдастыратын деректер қоры. Әр кесте жолдары мен бағандардан тұрады, ал деректер арасындағы байланыстар кілттер арқылы анықталады. Реляциялық емес деректер қоры деректерді сақтау мен ұйымдастырудың альтернативті тәсілдерін қолданатын деректер қоры. Бұл тип деректердің құрылымын жеңілдетеді және масштабталуы жоғары болады. Деректер қорының модельдері иерархиялық, реляциялық, объектілігі бағытталған, гибридті жүйелілік болып бөлінеді. Иерархиялық модель деректер ағаш құрылымында ұйымдастырылған. Әрбір элемент тек бір ата-ана элементке ие, бірақ бірнеше бала элементтерге ие бола алады. Реляциялық модель деректер кестелері түрінде сақталады, кестелер арасындағы байланыстар орнатылады. Объектілікті бағытталған модель деректер объектілері мен класстар түрінде сақталады. Объектілер өздерінің ерекшеліктері мен әдістерін қамтиды. Гибридті модель реляциялық және объектілік модельдердің элементтерін біріктіреді. Деректердің ұйымдастырудың икемділігін қамтамасыз етеді. Желілік модель деректер желілік құрылымда, яғни түйіндер мен байланыстар арқылы ұйымдастырылған, бірақ элемент бірнеше ата-ана элементке ие болуы мүмкін. Қорытынды деректер қорының тиімділігі мен өнімділігі ұйымдардың ақпараттық жүйелерінде шешуші рөл атқарады. Деректерді дұрыс ұйымдастыру мен басқару арқылы бизнес пен ғылыми зерттеулердің нәтижелілігін арттыруға мүмкіндік береді. Деректер қорының моделін, түрін және басқару жүйесін дұрыс таңдау ақпаратты тиімді пайдалану үшін маңызды фактор болып табылады.